Міне, құрметті көрермендер, жаңалығымыз осындай. Ал біздің студиямызда төрімізде қонақтарымызға бірінші айта кетейін. Құрметті көрермен, бүгін Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі, Қазақ ғылыми зерттеу мәдениет институты, Қазақ ұлттық өнер университеті мен Қазақстан Республикасындағы Франция елшілігінің қолдауымен Астана қаласында қазақстандық кинематографияның өзекті мәселелері француз кино сарапшыларының көз қарасы атты дөңгелек үстел ұйымдастырылуда. Және Қазақстан Республикасындағы 2050 жылға дейінгі кинематографияның даму тұжырымдамасы жобасын әзірлеу аясында әйгілі француздық сарапшы орталық және шығыс Еуропа елдерінің кинематографиясы бойынша Юнифранстың танымал жетекші маманы Жоэл Капронның өзі бүгін біздің студиямызға келіп отыр. Сондай-ақ студиямыздың төрінде Францияның Қазақстандағы елшілігінің мәдениет жөніндегі кеңесшісі Гиом Касперский, сонымен қатар Францияның Қазақстандағы елшілігінің баспасөз хатшысы Раушан Хатран бүгін біздің студиямызда. Қош келдіңіздер. Көңіл-күйін сұрайықшы біздің қонақтарымыздың. Көңіл-күй қалай екен? Très bien. Ravi d'être ici. Жақсы, осында келгенімізге қуаныштымыз. Енді бұл кісілердің Қазақстанға алғашқы келуі ме? C'est votre première visite au Kazakhstan? Жоэл мырза жиі келеді біздің елімізге, мен қателеспесем. Жоқ, бірінші рет емес. Vous venez souvent au Kazakhstan? Oui, très souvent effectivement, parce que j'organise un festival de cinéma français à Almaty depuis presque 8 ans maintenant, et je connais bien le Kazakhstan, et je viens très souvent au Kazakhstan, et je suis ravi d'en revenir. Қазақстанға жиі келем, және осы келгеніме де қуаныштымын. Мен Қазақстанда осы 8 жылдан бері Алматыда француз кинофестивалін өткіземін. Сондықтан Қазақстанға жиі келемін. Енді бүгінгі шараның біздің осы кино саласы үшін өте маңызы зор екені белгілі. Және осы шара туралы толыққанды мәлімет бізге айта кетсінші. On sait que l'événement d'aujourd'hui est très important pour la cinématographie kazakhstanaise et opère à compter amplement sur cet événement. Je suis venu ici à l'invitation de l'Institut de la Culture pour faire une table ronde autour justement de ce qu'on appelle le modèle français, c'est-à-dire comment est organisée l'industrie cinématographique en France. Et on a très envie, parce que c'est visiblement une demande du Kazakhstan, de pouvoir aider à aller dans une certaine direction, en tout cas, dans l'organisation de l'industrie du cinéma kazakhstanaise. Мен бұл жолы келгенім Қазақ ғылыми зерттеу мәдениет институтының шақыруымен келдім. Осы жолы француз кинематографиясының Қазақстан кинематографиясына берер қандай ілімдері бар, қандай жол көрсетеді, соны көрсетуге келдім. Бұл жолы жаңағы Қазақстан ғылыми зерттеу мәдениет институтымен және Қазақстан өнер университетінің ұйымдастыруымен осы дөңгелек үстелге келдім. J'ai écrit 2 livres en fait qui sont publiés en russe, et la langue russe étant comprise encore au Kazakhstan, ça permet aux gens ici de pouvoir lire justement comment est organisée l'industrie du cinéma en France. Және осы дөңгелек үстел барысында мен өзімнің 2 кітабымды таныстырамын. Орысша жазылған. Көрсете отырсын біздің көрермендерімізге. Орысша жазылған, бұл Қазақстанда орыс тілі әлі сөйлейтін қолданыста болғандықтан мен осыны ала келдім. Бұл жылда сол киноиндустрияның қалай дамитынын, қалай болатынын көрсетеді. Енді осы орайда біз қонақтарымыздан сұрай отырайықшы, біздің еліміздің кино саласы қазір соңғы уақытта тіптен керемет жақсы дамып келе жатыр. Біздің әлемдік деңгейдегі байқауларға да қатысып жатыр біздің кино режиссерларымыздың туындылары. Енді бұл кісілердің бағасы қандай біз? Le développement de la cinématographie kazakhstanaise, le dernier temps, il est vraiment très développé, et nos réalisateurs, les produits de nos réalisateurs, ils participent aux concours internationaux. Et comment vous évaluez leurs activités, leurs travaux? Moi, je suis absolument ravi parce que ça fait maintenant presque 20 ans que je suis le cinéma kazakhstanais. Je connais pas mal de metteurs en scène kazakhstanais qui vont de Ermek Shinarbayev, Dareja Nomirbayev, Guka Omarova, Satebalde Norimbetov, et je suis leur travail, et je suis surtout les nouveaux films, en tout cas les nouveaux metteurs en scène, c'est ça qui m'intéresse le plus. Et vraiment, la cinématographie kazakhstanaise est une des plus intéressantes, en tout cas dans cette partie du monde. Қазақстан кинематографиясы шынымен де дамуда. Мен осы 20 жылдан бері оның қалай дамығанын көріп келе жатырмын. Үнемі байқап келем. Мен көптеген режиссерларын, қазақ режиссерларын танимын. Сатыбалды Нарымбетов, Шынарбаев, Өнербаев, Исабаева, Гука Исабаева.
Өте орынды баға берді. Енді расында биыл біздің тәуелсіздігіміздің 25 жылдығы. Сондай-ақ осы екі ел арасындағы ынтымақтастықтың да бір туы желбірегеніне 25 жыл толды деп айтсақ болады. Енді бүгінгі сауалымды мен студиямыздың төріндегі мейманымыз Францияның Қазақстандағы елшілігінің мәдениет жөніндегі кеңесшісі Гийом Касперский мырзаға қойып отырмын. Биылғы шараға байланысты қандай мәдени шаралар өткелі тұр? C'est le 25e anniversaire de l'indépendance du Kazakhstan. Également, c'est les 25 ans des relations diplomatiques entre la France et le Kazakhstan. Et quel événement culturel vous prévoyez dans cet égard? Alors pour nous, donc c'est une fête importante. Nous avons déjà entamé donc en juin dernier, puisque nous avons célébré de manière croisée le 50e anniversaire de la venue du général de Gaulle au Kazakhstan, puisqu'il est venu le 25 juin 1966 pour la première fois donc, sur les terres kazakhs, sur la steppe kazakh à Baïkonour, mais on sait qu'il était au Kazakhstan puisqu'il y a une belle photo où on le voit à côté de M. Konaev. Біз үшін бұл мереке, біз өте қуаныштымыз осындай сәттің туғанына. Біз бұл мерекені атап өтуді бастап кеткенбіз. Мысалы, осы июнь айында бізде Парижден делегациялар келді. Бұл шарада, бұл жыл біздің Шарль де Голльдің Қазақстанға келгеніне 50 жыл толды. Біз соны да бәрін бірлестіріп тойладық. Шарль де Голль осыдан 50 жыл бұрын Байқоңырға келді. Қазақ жеріне аяғы осыдан 50 жыл бұрын тиді. Және оған дәлел бар, оған мысалы Қонаевпен бірге отырған суретін көруге болады ол кісінің. Et nous voulons célébrer donc cette fête avec la musique, avec le cinéma et avec la littérature, mais il est encore un peu tôt pour dévoiler nos secrets. Бұл мерекені тойлауда біз музыкада болады, кинода болады, литература, әдебиет, мәдениет бәрі де болады, бірақ біз оның бәрін әзірше айта алмаймыз, құпия түрде қалады. Құпия болған дұрыс па негізінде? Енді расында енді Франция елінің мен өнерін өте бағалаймын. Сондай-ақ маған қатты ұнайтыны, әр кино саласын айтып отқаным, енді осы комедия жанры бір ерекше дамыған деп айтсам болады. Әр киносын көріп көңіл-күйіміз көтеріліп отырады. Енді осы комедия жанрын біздің еліміздегі жаңағы кино саласындағы мамандармен тәжірибе алмаса ма екен? Je respecte le cinéma français et le plus intéressant c'est la comédie française et c'est vraiment très intéressant. Est-ce que vous voyez un échange d'expériences avec les cinématographes kazakhstanais dans ce genre, dans la comédie? Alors, je vais donner des petites réponses, après je vais laisser Joël compléter. Pour nous, le cinéma, le 7e art, c'est un art parfait pour faire connaître la France à l'étranger parce qu'il convoque toutes les disciplines, de la littérature à l'image, en passant par la musique, et effectivement, en plus, il permet de les croiser. Біз үшін кино бұл жетінші өнер болып табылады. Кино арқылы біз мәдениетті де, өнерді де, музыканы да, әдебиетті де бәрін кино арқылы біз таныстыра аламыз. Француз мәдениетін, француз өнерін біз кино арқылы әлемге таныстыра аламыз. Ендеше бүгін студиямызға осындай жаңалықпен келіп жатсыздар. Яғни біздің меймандарымызға тағы да қош келдіңіздер дейміз. Қазақ елінде жақсы күндеріңізді өткізіңіздер деп тілейміз. Жұмыстарыңыз алға бассын. Құрметті көрермендер, осы тілегімді бірінші жеткізіп алыңыз біздің. Көп рахмет айтқаныңызды. Bienvenue au Kazakhstan et on vous souhaite du succès dans votre travail. Merci beaucoup, merci pour votre accueil. Merci. Рахмет. Құрметті көрермендер, біздің студиямыздың төрінде қонақтарымыз болған танымал француз кино сарапшысы Жоэль Шапрон. Сондай-ақ бізді қазір тікелей байланыстырған Францияның Қазақстандағы елшілігінің баспасөз хатшысы Раушан Хатран, сондай-ақ Францияның Қазақстандағы елшілігінің мәдениет жөніндегі кеңесшісі Гийом Касперский болатын. Көптен көп рахмет айтамыз. Ал қазір бізде шағын аңдатпа қайта қауышамыз, арамыз алыстамасын.